Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Адам баласын ана құрсағында бір тамшы судан жаратып, ең көркем түрде бейнелеген. Бүкіл әлемнің жаратушысы, шексіз мейірімді, аса жарылқаушы Алла тағалаға сансыз мақтау мадақ болсын. Жаратылған ғаламға ұлы шапағатшы, адамзаттың ардақ тұлғасы, бүкіл ғұмырын ислам жолына арнаған, ұлы мінезді құлық танытқан пайғамбарлардың ең соңғысы Мұхаммедке Алланың оған сәлем мен игілігі болсын, сәлем жолдап салауат айтамын. Қадірменді оқырман, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедтің Алланың оған сәлем мен игілігі болсын әйел затына қатысты айтқан 40 хадисі түсінігімен қоса қамтылды. Әрине, әйел тұрғысындағы барлық хадисті толық қамтыдық деуден аулақпыз. Теңіздің бір тамшысындай болса да халыққа пайдасы тиер деген мақсатпен өздеріңізге ұсынып отырмын. Шынында, ислам дінінде әйел кісілердің орны ерекше. Сондықтан аналарды, әпке, жеңге, қарындастарды өз орнымен құрметтеп, оларға қолдан келгенше жақсылық жасауға шақырады. Бұл сөзімізге дәлел ретінде Абдуллах ибн Омар радиаллаху анху пайғамбарымызға келіп, «Ай Аллахтың елшісі, ең алдымен жақсылықты кімге жасайын?» деп сұрағанда, Алланың елшісі, Алланың оған сәлем мен игілігі болсын, анана деп жауап береді. Одан кейінше деп сұрағанда, тағы да анана дейді. Қайта сұрағанда, анана деп тағы айтады. Төртінші рет сұрағанда барып, әкене дейді. Тағы бір хадисінде жәннат аналардың аяғын астында дейді. Қазақ халқының да ұғымында отбасы, ошақ қасының, үй іші, тыныс тіршілігін берекесі, ұрпақ тәрбиесі, адамгершілік қасиеттерімен тікелей ұштасып жатады. Осыған орай әйелдерге арнап дайындалған әйелдер қауымының имандылығын арттыруға өз септігін тигізер деген үміттемін. Пайғамбарымыздың хадистері иман жүзді, салихалы да ибалы әйелдерді мәңгілік жұмақпен сүйіспеншілесе, аналық мейірімін жоғалтқан, ар ұят имандылықтан жұрдай болған жеңіл жүрістегі әйелдерді тозақ отымен ескерт. Жөнге келуді, түзу жолмен жүріп, отбасын құруға, қоғамда өз орнын табуға үндейді. Осы тұрғыдан алғанда пайғамбарымыздың Алланың оған сәлем мен игілігі болсын хадистерін халыққа түсіндіріп жеткізу қаншалықты маңызды екенін айтпаса да түсінікті болар. Алла тағала осы кішігірім еңбектің бұл дүниеде де, о дүниеде де біздер үшін пайдалы болуын тілеймін. Бірінші хадис. Әйел кісілердің ең қайырлысы. Хазіреті Айша анамыздан радиаллаху анху риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз Алланың оған сәлем мен игілігі болсын былай дейді: «Үмбетімнің әйелдерінің ішіндегі ең жақсысы бет-әлпеті әдемі әрі махрлері аз болғандары». Хадиске түсініктеме беретін болсақ, мәһр шариғат қағидасы бойынша ер кісінің болашақ жарына неке қияр сәтте беретін, әлде беремін деп уәделейтін әрі неке қиюдың дұрыс болу шарттарын бірі болып саналатын ақы. Мәһр тұрмысқа шыққалы отырған әйелдің өзіне ғана тиісті. Басқаша айтқанда, бұл ер кісінің әйелге берер сый-сияпаты десе де болады. Мәһрдің көптігіне шек қойылмайды, бірақ ең азы еркектің шамасы жететін қандай да бір нәрсе болуы керек. Хазіреті пайғамбар Алланың оған сәлем мен игілігі болсын мәһрдің абзалы аз болғандығы деген. Бұл хадистен тұрмысқа шыққалы отырған бойжеткеннің мәһр маған берілетін сый-сияпат не сұрасам да өз еркімде деп болашақ күйеуін қиын жағдайға салып қою ынсапқа жатпайтынын аңғарамыз. Сондай-ақ некелескеннен кейін де сіз маған сыйлық алып берем деп уәде бергенсіз, ендеше алып беріңіз деп ер кісінің мазасын ала бермей, есіктен кіргенде жылы жүзбен қарсы алып, оның қас-қабағына қарап, отбасында ынтымақ, бірлік құруға шақырады. Міне осындай ынтымақ, бірліктің ұйытқысы болып отырған әйел мұсылман үмметінің ең қайырлысы әйелі деуге болады. Хазіреті пайғамбарымыздың осы тақырыпқа қатысты басқа да бір хадис шәріпінде жеткен қыздың мәһрі мен құрсағының жеңіл болуы оның берекелі әйел екендігіне ишарат етеді. Яғни мәһрі аз және үйленгеннен кейін тез құрсақ көтеріп, көп бала табатын әйел берекелі,
әйел екендігін дәлелдейді. Бұл хадисті пайғамбарымыздан Айша анамыз риуаят еткен. Екінші хадис. Тақуалықтан кейінгі ең жоғарғы дәреже. Бұл хадистің мағынасы Аби Умамиден радиаллаху анху риуаят етілген хадисте Хазіреті пайғамбар Алланың оған сәлем игілігі болсын былай деген: Мумин үшін тақуалықтан кейінгі ең қайырлы нәрсе салиқалы әйел. Салиқалы әйел күйеуін тыңдайды, күйеуі қарағанда оның көңілін көтереді, ант еткенде оған кесірін тигізбейді. Күйеу ұзаққа кетер болса өзінің ар-намысы мен күйеуінің мал-мүлкін сақтайды. Осы хадиске түсініктеме жасайтын болсақ, дүние мен ақыретте мұсылман үшін тақуалықтан артық ештеңе жоқ. Өйткені екі дүниенің бақыты тақуалық. Тақуа кісінің осы өмірі мен ақыреттегі өмірі жұмақ болады. Бұл жайында Құран кәрімде былай дейді: Раббының құзырынан шығудан қорыққан кісіге екі бейіш бар, жұмақ дегені. Рахман сүресі 46 аят. Кейбір тәфсіршілер аятта келтірілген екі жұмақ сөзінің біріншісі шынайы жұмақ, ал екіншісі дүниедегі жұмақ деп жорамалдайды. Мұсылман кісі үшін тақуалықтан кейінгі ең қайырлы нәрсе салиқалы әйел екендігі осы хадисте нақты айтылған. Сондықтан әйел кісі Аллаға құлшылық жасап, күйеуіне бағынып, сөзіне құлақ асса, оның салиқалы әйел екенін білеміз. Құран кәрімде былай делінген: Жақсы әйелдер бойсынушы әйел. Алла оларға қоруға бұйырған көрінбейтін нәрселерді қорғайды. Ниса сүресі 34 аят. Осы аяттағы көрінбейтін деген сөз ер адамның дүниеге мүлкі, әйел кісінің өз ар-намысы мен отбасының сыры. Әйел күйеуіне бағынғаннан кейін оның көңілін көтеріп, оған жылы шыраймен қарап, әрбір ісіне мұқият болуы керек. Осындай бойында жақсы қасиеттері бар әйелді салиқалы әйел деп атайды. Үшінші хадис. Әйел кісіні жұмаққа кіргізетін амалдар. Хадистің мағынасы Аннас бин Маликтен радиаллаху анху риуаят етілген хадисте Хазіретті пайғамбар Алланың оған сәлем игілігі болсын былай деген: Егер әйел кісі 5 уақыт намазын оқып, Рамазандағы оразасын ұстап, ар-намысын қорғап, күйеуіне бағынатын болса, жұмаққа кіреді. Осы хадиске түсініктеме жасайтын болсақ, жұмақ Алла Тағаланың мүмин пендесі үшін дайындаған сый-сияпат. Оған тек иман келтірген, иланған адам кіре алады. Жүрегінде бидайдың түйіріндей болса да иманы бар адам тозаққа мәңгі қалмайды. Соңында жұмақпен қауышады. Мүмин кісілердің имандары әртүрлі дәрежеде болғандықтан, барлығы бірден мезетте жұмаққа кіре алмайды. Олардың кейбір ешқандай сұраусыз жұмаққа кіреді. Сондықтан оларды жұмаққа алғаш кіргендер алғашқылар деп атайды. Ел затының осы алғашқылардың қатарынан орын алу үшін хадисте айтылғандай екі ерекшеліктері болуы қажет. Біріншісі Алланың әмірін бұлжытпай орындауы, екіншісі күйеуінің көңілінен шығуы. Бірінші міндетті екіншісінен орындау арқылы жетеді. Өйткені Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған сәлемін игілігі болсын ант етіп айтамын: әйел күйеуінің көңілін таппайынша Раббысының сүйіспеншілігіне бөлене алмайды деген. Бір күні мұсылман әйелдер жиналып, іштерінен біреуін пайғамбарымыздың құзырына жібереді. Әлгі әйел: уа Алланың елшісі, мен әйелдердің сіздерге жіберген елшісімін. Еркектердің жихадтарына тең келерлік әйелдер үшін қандай амалдар бар дейді. Пайғамбарымыз: Алланың оған сәлемін игілігі болсын, күйеуіне мойын сұнып, өз ісін білсе жетіп жатыр. Мұны орындамайтындар өте аз деп жауап береді. Алла Тағаланың әмірлерін орындап, адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау әрбір кісінің қолынан келе бермейді. Абдуллах бин Омардың радиаллаху анху жеткізген бір хадисінде Хазіреті пайғамбар Алланың оған сәлемін игілігі болсын бұл туралы былай деген: адамдар жұмысқа жарамайтын 100 түйе секілді. Бұл хадиске әртүрлі түсінік жасалған. Сол түсіндірменің бірі мынадай: дүниедегі жүрегін бүтіндей ақыретке арнаған тақуа адамдар өте аз. Бұл мысалы жұмысқа жарамайтын түйелердің саны көп болғанымен,
жарайтындарының аздығына ұқсайды деген сөз. Алла тағаланың сүйіспеншілігіне бөленіп, күйеуінің көңілінен шыққан әйелдердің өзге әйелдерден айырмашылығын Хазіреті пайғамбар Алланың оған сәлем игілігі болсын былай білдірген: салиқалы әйелдің өзге әйелдерден айырмашылығы олар қос қанатты ақ қарғаға ұқсайды, яғни екі қанатты ақ қарға көзге ерекше көрінгені секілді салиқалы әйел де сондай ерекше көрінеді деген келеді. Құрметті оқырман, сіздер ислам дініміздегі әйелдерге арналған 40 хадистен үшеуін тыңдадыңыздар. Сіздерге қызықты болса, арнаға тіркеліп, жүрекшені басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау амандықта болайық.